Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді японский панкейки жасайтын боламыз. Ол өте дәмді болады және де жұмсақ болады. Жасап көріңіздер және де менің инстаграм парақшама тіркеліңіздер. Бізге керек ингредиенттер: 2 дана сары ұзым және де қант, сұйық май, 1 стақан ұнға 1 қасық қопшысқыш салып араластырамыз және де 2 дана ақуыз керек болады. Жаңағы 2 дана сары ұзымызға жарты қантымызды салып араластырамыз. Венчикпен немесе вилкамен араластырыңыздар. Енді араластырамыз. Біз араластырып болдық. Енді 3 қасық сұйық май құямыз. Енді барлығын толықтай араластырамыз. Енді ақуызымызға жарты қантымызды салып, миксермен араластырамыз. Барлық ингредиенттер описанияда болады. Осылай біздің ақуызымыз құламауы тиіс. Сары уызымызға ұн қосып, шанышқымен араластырамыз. Кезектен салып отырамыз ұнымызды. Ақуызымызға сары уызымызды саламыз және де араластырамыз. Біздің сары уызымыз қою қамыр болу қажет. Осылай кезектен салып отырып араластырамыз. Осындай консистенция болған кезде ақырындап сары уызымызды саламыз және де ұнды кезектен салып отырамыз. Біздің тапамыз құрғақ болу қажет. Біз жаңағы консистенциямызды 5 қасықтап салатын боламыз және де қақпақпен жауып қоямыз. Тапамызға сұйық май құюдың қажеті жоқ. Біздің японский панкейкіміз дайын болды. Өте дәмді болды. Жасап көріңіздер. Егер ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Менің инстаграм парақшама тіркеліңіздер.